Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін беттегі қара дақты қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Сонымен қатар бетті ағартудың да жолдарын айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетті ағарту терінің түсін біркелкі етіп, пигменттік дақтардан арылуға және секпілдерге ашық рең беріп, шаршаудан, стресстен, тітіркенуден және аллергиядан пайда болатын дақтарды кетіруге көмектеседі. Соған орай мен сіздерге сыртқы келбетіңізге күтім жасау үшін өзіңізге бірнеше минут бөліп теріңізді күтілген және әдемі етудің жолдарын ұсынамын. Байқасаңыз, пигментті дақтар әсіресе майлы бет терісінде жиі пайда болады. Неге? Бет терісі майлы болғандықтан оған қонған шаң, кір, терең тазаланбаса, теріні бүлдіріп, ол пигментті дақтың пайда болуына себеп болады.